Selam dostlar, men Qozon o'zagida, Xolid Tog'dosh o'ramida. Bunda endi yarim fabrikatlar yasaylar. Mana uning xo'jasi, bu предприятиеning Mendus. Eng birinchi so'rovning ishini to'g'ri beramoqchi bo'ldiraman men deb. Mendus deb kim qo'shdi ismini? Бабай менің бабайның досты болған, Мендус есімді. Ол өзі бек шындай здоровый деп айтам енді, красивый болған. Соған көре менің анағым да шындай сәлемет, сау сәлемет болсын, бек болсын деп шындай есім қошқан достына қарата. Бабай қошқан енді. Бабай қошқан. Өзің есім мен Сәйет, менің есім Мендус. Бабайныкі мен Сәйет. Мен білән енді башламайын деп тұрмысыздар. Сіз мұны қошан башладыңыз бұл ішті? Біздің міне биыл октябрьда алла берсе, ровно төгәл 5 жыл бола алла берсе. 5 жыл. 5 жылдан бері біз ішеміз. Сол біз енді кішкене бір 10 квадрат помещениеден баштаған едік. Бұл ескенде 65 квадрат производство, кибетлеріміз бар, доставка белән үйге китереп беру қаралған. Кибеттер Qozonda mı? Кибетлер Қазанда. Неше ол? Өзіміздің Қазанда 2 кибет, һәм Яшел Үзәндә 1 кибет. Мына қарағанда онда 20 түрлі ярым фабрикат бар. Бүтінсін ашысы деймі? Бүтінсін шул 20-ге якын төрле біз фабрикат ішебез инде. Пилмәннәр, монтилар, өспешмак, бәлешләр, илешләр, самсалар, төрле. 20 төрле. Sizin bu yarım fabrikatlarını kaya kimden alırlar? Yarım fabrikatlarını bizning alalar үйге bizning основной bizning цель үйге китереп беру каралган күбрәк. То есть кибетләргә түгел, үйге китереп беру. Sizden şahsi kişiler alayım. Şahsi kişiler күбрәк алайын. Siz теге şilterlerle aşamışsınız diye. Şilterler bilen пока анда җитмәгән. Ну, и Allah bilsə niyyətlər, planlar var. Şilterlərгә дә чыгарга. Sizin daha kupma teге күләме продукцияның? Күләме ayına примерно 4-5 тоннага якын ясыйбыз. 5 тоннаймы? Бу 20 төрле ярым фабрикатның. Бunda апалар эшлейинде бу каты. Бunda апалар эшлей. Бunda безнең отдельно пельменнең генә отделениесе. Бunda пельмен генә эшлибез. Безнең потому что основной акцент именно пельменгә. Bunda gidiyor deymi? Bunda näsәйнде? Калган шул 20 полуфабрикатның берсе пельмен булса, калган 19 әйбере бөтенесе монда эшләй. Монда эшләр дейме? Мантилар, 3 төрле манты, самса, элешләр, эшпешмаклар, котлетлар, наггетсы, сырниклар бөтенесе бер җирдә. Бүген инде безнең каплану бу говяжий котлет. Монда чистай, бер нинди химикат, бер нинди сой, бер нәрсә кушылмаган. Ит, суган, панировочный сухари. Бу фойблага тишме котлетта? Бу фойблага тиш, һәм менә папа формаларын монда атада и кызлар формалаштыра. Бу инде сезнең кибетләргә дә таралама. Китәчәк бу. Бу кибет безнең кибетләргә китәчәк, безнең основной производствода һәм складында. Biz bundan җибәрәбез үзебезнең кибетләргә. Һәм тагы 2 генә кибет бар, үзебезнең эш кибеттән башка тагы 2 кибет бар, безнең ничек партнер дип әйтегез. Алар бездән алып саталар. Абыдан ничек бүлнәсен бу әйберләрне ясау? Bir сәгатьтә бер нәрсә ясыйлар, икенче сәгатьтә икенче бер ясыйлар. Безнең бар инде план, менә бүген без язабыз иртәгә нәрсә ясаганны. То есть без аны каян чыгып әйтәбез, складтан карап, нәрсәләр кими башласа, берне икенче көн эшлибез. Потому что безнең урамга күрсәтәм, безнең камера маратыны бар. Нәрсәне күбрәк алырларсың? Күбрәк пельмен. Шуңа күрә пельмен менә безнең 2 апа, 2 кыз. Алар көндә пельмен ясыйлар. Күпме ясыйлар менә? 2 тоннага якын пельмен. Bir көнгә? Юк. Айбыга. Көнгә 70-80 килограмм. Бу әйбәтендә бу. Алып бетереп баралармы? Алып бетереп баралармы? Алалар. Алалар инде. Әсендә күбрәк каян ничек сатасыз? Интернетта да сез әйбәт кенә кәсеп апара. Күбрәк Instagram күрүшләрне хәзер республикада заманы шундый, социаль шәһәрләр заманасы. Бу инде әзер продукциямы? Карагызда. Пельменнәр күпме? Бу безнең бүген кичкенә пельмен, мини премиум пельмен дип әйтәбез. Бүген каплану шушы. Кичкенә булса премиум була.
Зор болса премиум документ, зор Зор болса болса классический була. Бір кіші тілі жаршы жол. Мына мындай премиум, мында яңа ойылға қарап көп бермеймін. Бұл біздің морозильник шоковый заморозка. То есть моментально 1 сағат ішінде, 1-2 сағат ішінде 30-40 килограмм әйбір қатыра. Çünkü полуфабрикат көпме тезірек қата, шының өзінің свойствосын көбірек сақлайды, пайдалы свойствосын. Ұзақ қатырға тиісті көрінді ол? Ұзақ әйе. Шуңа көре көпме тезірек процесс қатуға әзірек батырды. Көпме тез арада қата, шының қатты яқшырақ өзінің влажности, өзінің bütün пайдалы элементлары bütün өзінде көбірек сақлана. Шуңа көре біз қолданабыз шоковый заморозка именно. Мына бұл шоковый заморозканың ГОСТ бойынша сақлау вақыты 1 yılға хәтлік. Но біз этикеткаларда қоябыз максимум 3-6 ай. Çünkü біздің ана әйбір тұрмайды. 1 yılында ол тоже сатып алушылар строго тұрған мүмкін. Но ГОСТ бойынша рұқсаттылар 1 yılға хәтлік. Ана соң сұрамыш алмайын, мұның итіп қойын аласың? Итіне біз ауылдан өзіміз біздің бар 2 кіші. Кімдерден біз точно постоянно алабыз. 2 кіші олар өздері сөйіп, өздері шықартып, бізге алып келерді. Біз итіне полностью өзіміз шықартабыз. Мұнда уже турап келеміз, çünkü біздің де орын не позволяет. Әзір ғана келеміз. Біз әзір алып келеміз уже полуфабрикат формасында енді тураған келеш. Мәсірікпабыз бар, мұнда фаршыны өзіміз шығарабыз. Татарстаннан мı ол итлер? Чувашиядан, Шағажаннан. Чувашиядан. Сіз өзіңіз ашынан айны? Бұл біздің қамыр жая тұрған машина. Беларус'ныкі. Қамырны жая біз аппараттан неге равномерно бүтін именно бүтін плоскости қамырның тегер болсын үшін. То есть қол білен бетін жайгенде қаядыр қалыңырақ, қаядыр нішкерек қаларға мүмкін. Біздің бұлай в основном бітін ебір қол білен іштеген. Мына шу қамыр жайудан башқағына. Бұл жиһаз қатыр қолдар үшін бегемет екер екен емір? Иде. Аллаға шүкірдім, бұл ватылсам, нұрған башқа бекшістері кешеді. Сондай еліне қатыр қолдар бек керек болса алға сондай бер. Қамыр жайасың мәзір. Маса енді холодильник емен? Бұсы біздің основной склад, қая біздің бүтін әйбірлері соқмана. Мына шу 20 метрлей бір, бүтін шуында. Бұл біздің сирник біздің ауыл творығынан, сирник ауылдан келе. Қарамын нәрсе өне, қазылық та бар әлі? Қазылық та бар. Осы нәрсе әрі? Фрикадельки. Фрикадельки бар. Говядина. Мына көп мәйбірлер қарағыз. Мен, хинкали, кышмақлар. Осы нәрсе әрі? Бұсы манты. Манты біздің 3 түрлі. Қоймақлар да бар мұнда? Манты бәрәңгісіз бар. Ит білен генә енді бар бәрәңгі біле ит білен. Бар тағын сильнозерновой ұннан. Попышын деп айта біздің бүгінгі сікінде бек актуаль. Вот Аляна ясыгына башладық. Бұсы говяжий котлет. Бар наггетсы. Тауық. Мұнда көптенен көштегін бұл орынға? Хадитакташқа біз көштік буквально 2 ай. Біз ішлебіз мұнда. Аңаршы ішледік біз Каролин құрамында. Анда енді біздің шу орында камер бар өгеді. Ассортиментларын арттырғаш, сақлау орындары көбірек керек бола баштағаш. Мұнда көшіге тұру келді. Теге продукцияның көлемі артты енді ме? Жетіштірі тұрған? Продукцияның көлемі артты, һәм теге продукция стәлді имеется в виду разные екінші түрлі позицияларын, например, манты бір түрлігін ясаған болсақ, қазір мантыны 3 түрлі ясыбыз. Сырникini бір түрлігін ясаған болсақ, 2 түрлі сырник ясыбыз. Сырники просто обычный, классический и с изюмом. Сіз аны қоямын шығып, кішейтеміз сізге қой керек бізге? Кішілерді айтты, потому что біздің қазір шулалегіде баяғы Инстаграм болғаш, біз клиентлар білен турудан туры ілімтеді. Любой жалып болсын, любой яқшы комментарий болсын, бізге туруп барып айтады сразу. Мәселен бетінде біз шулып пельменне пятерочкадан барып алсақ, барып пятерочка білен ашалмыз, и туруп шулып пельмен жетістірген заводның кішісіне де барамыз. Біздің мұнда біз клиентлар білен турудан туры ілімтеді. Бұл ярым фабрикатта білен ішлеп бұламыз қалық не үшін алады бетеміз енді Қазақстанда көп алалар бренди кіші ялқаланды ма, анда не үшін тұң босылай? Кіші ялқаланғаннан түгіл де, қазір бетінде ең қимәтлі нәрсе, ең қимәтлі бір ол біздің вақыт. Çünkü міне шушы ярым фабрикатларының бетінде біз
яртысынан көбірегін біз уже кішіге жетістіріп кетіреміз. Грубо говоря, таба салып қыздырып алуға керек. Мәселен, пельмен алсақ, пельменнің пішіруі 7 минут. 7 минутта пельмен пішеді. Пельменні ясар үшін баштан анын барып алуға керек, анын бұтарға керек, начинкасын ясарға керек, ябыштырға керек, қатырға керек. Соған көре шул теге кішілерінің көбірек вақытларын файдалырақ үткәріп, шушы біз енді яңы фабрикатлар білен аларға көбірек вақытларын қалдыру ниеті білен. Бұл алға табада өсеншәк деп білесіз деймі? Біз ойлыбыз өсеншәк деп ала берсе, неге десек, чөнки хәзер бетінде біздің основной акцент именно шул доставкада. То есть біздің көбірек доставка қаралған. Хәзер бетінде бүтін не бойынша онлайн әйберлер кере бара, үйге кетіріп беру, әпәттікі шул вақытқа бәйләнә. Ана бітін сіз анда бір килограмм пельменген апармайсыздар? 1 килограммнан алып барабыз. Апарасыз ба? Просто әпәттікі 1 килограммнан доставка. Сіздің мақсыз мақша бар ма? Біздің бар курьерлар. Біздің 2 курьер, бірсі 2 кенешлі, бірсі 2 кенешлі по графику. То есть біз заказларын сағат 9-дан и кеш біләйінді. Қазан бойша ғамын деп? Қазан, Белектау, Залеснылар, Царёва, Гайбиш ояклары, Усады, олардың бүтінсін қол етеміз.